Мойнын беткей топ бұлшық еттеріне көшейік. Олар екеу, платизма және төс бұғана емізгіше бұлшық еті. Платизма мойын сұлулығының ең басты бұлшық еті. Себебі мойнымыздың барлық алдыңғы беткейін қаптап тұрады. Ол екінші қабырғадан бастау алып, төменгі жақ бұрышына, сондай-ақ еріннің жиектеріне бекиді. Егер де платизма қысқаратын болса, ол бет птозын, яғни салбырауын, екінші иектің пайда болуын, төменгі жақ сызығының жойылуына алып келеді. Сондай-ақ қабырғаны жоғары қарай көтеріп, еңсені бұзады. Төс бұғана емізгіше бұлшық еті. Бұл біздің мойнымызға ерекше эстетикалық әдемілік беретін бұлшық ет. Оны біз басымызды бүйірге бұрған кезде анық көре аламыз. Атына сай ол төс пен бұғанадан басталып, самай сүйегіне бекиді. Сәйкесінше бұл бұлшық ет егерде қысқаратын болса, аталған аймақты бір-біріне жақындатып қысқартады. Тері жұмсарып, осы жерде әжімдер пайда болады, сондай-ақ мойын қысқарады. Қыздар, мойын бұлшық еттеріне шолу жасадық. Енді осы аймаққа арналған жаттығулардың қандай механизммен жұмыс жасайтынын меңгеріп шықтық.